Назарбаев туралы жаңалықты естіп таң қалып жатсыздар ма? Бұл енді шынында да енді жаңалық болды. Бүкіл әлемге әйгілі болды Назарбаевтың қанша байлық жинағаны. Мына Brand Vision дейтін әлемдік ақпарат құралы бар. Яғни мына брендингпен айналысады. Сол Brand Vision агенттігі әлемдегі мына мемлекетті басқарған адамдар қанша байлық жинап үлгерген, қанша байлық жинады, яғни қаншасы шылқып өмір сүріп жатыр, соның тізімін жасады. Сол тізімде ең көш бастаған адам бұл Ресей президенті Путин, ал біздің Нұрекең бұл тізімде 8-ші орынға жайғасқан екен. Назарбаев 8-ші орында тұр. Әлем бойынша мемлекетті басқарған адамдар осыншама байлық жинап үлгерген. Назарбаев туралы ақпарат бүкіл әлемге тарап жатыр енді. Назарбаевты мына Brand Vision агенттігі әлем саясаткерлерінің рейтингісін жасап, қанша миллиардтаған қаражат жинат деген тізім жасайды ғой. Сонда Путиннің байлығын бірінші орынға шығарады. Путиннің байлығы шамамен 200 миллиард доллардан астам деп бағаланған. Ал біздің Нұрекеңнің байлығы 1-2 миллиард доллардың шамасында 8-ші орынға жайғасқан. Ресми ақпаратта былай деп көрсетілген: Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды дербес мемлекет ретінде басқарған 30 жылға жуық уақытта елді кеңестік республикадан мұнай державасына айналдырды. Дәл нақты сома белгісіз, дегенмен оның жеке байлығы 1-2 миллиард доллар аралығында деп есептеледі. Бұл қаржы банктік сектор, жылжымайтын мүлік және энергетика салаларындағы отбасы үлестермен байланысты. Оның ұзақ жылдық билігі мен мемлекеттік кәсіпорындармен тығыз байланысы оның саяси әрі қаржылық ықпалын күшейтуге мүмкіндік берді деп көрсетілген. Бұл тізімде Арабтың басшылары, Трамп та бар. Әрине, Трампты түсінуге болады. Неге? Себебі ол өмір бойы бизнеспен айналысқан адам. Қартайғаннан кезде ғана ол саясатқа келе бастады. Ал Назарбаев жаңағы өмір бойы бизнеспен айналыспаған, мемлекеттік қызметте, компартияда жұмыс істеп, одан кейін жаңағы мемлекеттік қызмет істеген адам, былайша айтқанда бизнеспен айналыспаған адам. Бизнеспен айналысқан адам түсінікті. Трамп мысалы, гостиницалар салды, Илон Маск деген сияқты, Цукерберг деген сияқты. Ал Назарбаев бұл байлықты қалай жинады? Үлкен сұрақ бұл. Және оның отбасының байлығы ол басқа әңгіме. Бұл тек Назарбаевтың ғана. Бұл енді бұл шамамен цифрасын көрсеткен. Бүкіл әлемдегі миллиардерлердің, саясаткерлердің тізімі осы. Тіпті Тоқаевтың өзі қаңтар оқиғасынан кейін елдің Қазақстанның жарты байлығы 162 адамның қолында деп ашық түрде мәлімдеме жасаған еді. Содан ақ біле беріңіздер, Қазақстанның байлығы, халықтың өмір сүру деңгейі қаншалықты екенін. Өйткені бұны Тоқаевтың өзі мәлімдеме жасап айтты, 162 адамның қолында, елдің жарты байлығы 162 адамның қолында отыр. Енді түсінген шығарсыздар. Ал Назарбаев миллиардтаған қаражатты, оның отбасы миллиардтаған қаражатты қайдан жинады? Қайдан алды? Қандай бизнеспен айналысты? Ұшақ шығарды ма? Машина шығарды ма? Зауыт ашты ма? Фабрика жасап, әлемдік бренд жасады ма? Қалай тапты бұл байлықты? Бұның жауабын өзіңіз де біліп отырған шығарсыз. Енді сіздерге видео соңында мына нәрсені айтқым келеді. Мынадай бір даналық сөз бар ғой: егер саясатпен сен айналыспасаң, онда саясат сенімен айналысады деген.